We choose to go to the moon. The Atlas rocket. Алпыс төрт жыл. Ойлап көріңізші, бар болған 64 жылда біз адамдар осындай жетістіктерге жеттік. Ладно, біз деп қоямыз, мына екеуінің арасындағы бірінші орынға талас бізді осындай дәрежеге жеткізді. Ал бірақ сонымен космосты екеуінің қайсысы бірінші болып бағындырды? И вообще космос деген не? Мынау ма? Әлде мынау ма? Негізі, мына жерден бастап космос деген заңды түрде бекітілген ереже жоқ. Алайда бүкіл әлемде жерден 80 километр жоғары кеңістік космос деп есептеледі. Сонымен, мынау біздің сып-сұлу планета. Мынау оның орбитасы. Осы аралық суборбита деп аталады. Егер де ракета суборбитаға ұшып, жерге қайта оралатын болса, ол суборбиталды ұшу болып есептеледі. Ал егер де жердің орбитасына шығып, оны айнала бастаса, ол орбиталды ұшу деген сөз. Екеуіне де бірінші болып ұшқан Совет үкіметі. Олар алғашқы болып суборбитаға 2 итті жібереді. Дейзик және Циган. Ал бар болған 6 жылдан соң спутник 1 аппаратын жердің орбитасына шығарады. Бұны көрген американдықтар, «Ё-моё, Совет жерден қаламыз ба?» деп намысқа тырысып НАСА-ны ашады. НАСА ұлттық аэронавтика және ғарыш басқармасы. Осылайша, екі ұлы державаның арасындағы конкуренцияның арқасында космосты зерттеу эрасы басталады. Негізінде олардың космостық жарысы шахмат ойынын еске түсіреді. Мысалы, біреуі қадам жасағанда, екіншісі бірден жауап қайтаруға тырысып отырған. Қарап көріңіздер. Бірінші 2 қадамды Совет үкіметі жасайды. Ал оған жауап ретінде НАСА небәрі 4 айдан соң өзінің Explorer 1 спутнигін орбитаға ұшырады. Бірақ одан кейінгі 2 жылда ауыз толтырып айтарлықтай жаңалықтар болған жоқ. Бірақ бұл жылдар арасында Совет үкіметі құр жатпады. Олар айды бағындыруды жоспарлады. Ол үшін Луна 1 спутнигін жасап шығарады. Бірақ та олар оның жылдамдығын дұрыс есептемейді. Сондықтан бұл спутник айдың орбитасынан шығып, күннің орбитасына кетіп қалады. Және айта кету керек, бұл жылдар арасында американдықтар да құр жатқан жоқ. Олар әлемдегі ең бірінші ауа райын зерттейтін спутник Explorer 6-ны ұшырды. Бұл спутник арқылы планетамыздың космостан жасалған алғашқы бейнесі алынды. 13 қыркүйек 1959 жыл. Совет үкіметі ақыры өз мақсатына жетті. Луна 2 аппараты алғаш болып айға қонды. Бірақ назар аударыңыздар, бұл спутниктер мен аппараттардың еш қайсысы жерге оралмаған. Демек, ішінде адам да болмаған. Сондықтан келесі мақсат космосқа адамды жіберу болды. Әрине, екі мемлекеттің әр қайсысы да оған бірінші болып қол жеткізгісі келді. Бірақ ол үшін алдымен спутниктер мен аппараттарды жерге қайтарып үйрену керек еді. Вот осы жерде ақш наконец-то Совет үкіметін артта қалдырады. Олар бірінші болып өзінің Discoverer 13 аппаратын жерге сәтті қайтарады. Бірақ бар болғаны 9 күннен соң Совет үкіметі оларды қуып жетеді. Ішінде белка және стрелка иттер бар спутник 5 аппараты орбитаға ұшып аман-есен оралады. Алайда американдықтарға алда болудың ұнап қалғаны соншалықты. Олар какой-то иттерді менсінбей космосқа адам тектес жануарды жібергісі келеді. Солайша Хэм есімді шимпанзе Меркурий Редстоун аппаратымен космосқа ұшып тірі оралады. Бірақ тағы да бұл Совет үкіметінің келесі жетістігінің қасында тым да болмай қалады. Космосқа алғаш болып адам аттанады. Восток 1 аппаратымен ұшқан Юрий Гагариннің аты әлемдік тарихта мәңгіге жазылып қалады. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Бұл оқиғадан соң американдықтар өздерінің қаншалықты артта екендерін түсінді. Себебі олардың астронавты Алан Шепард енді ғана суборбитаны бағындырған болатын.
Бұл жеңіліске шыдай алмаған сол кездегі ақш президенті Джон Кеннеди қалайда болсын олардан асып түсетіндей жетістік We жасауды choose to бұйырды. go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Айтылды, жасалынды. 1969 жылы НАСАның Аполлон 11 кораблі айға аттанады. Алғаш болып айға қадам басқан адам әрине Нил Армстронг. Бірақ сіз білесіз бе, ол корабльде Армстронгтан басқа тағы 2 астронавт болған. Біреуі Эдвин Олдрин. Ол небәрі 20 минуттан соң Армстронгтың артынан айға түсіп, онымен бірге үлгілер жинаған. Ал екіншісі Майкл Коллинз, Шумахер ретінде екеуін корабльде күтіп отырған. Бұл жердегі ең ғажабы корабльге орнатылған камера. Сол камераның арқасында онлайн трансляция жүргізіліп, оны жердегі 1 миллиардтан астам адам қарайды. Солайша адамзат тарихында бұрын соңды болмаған бұл жетістік әлемнің 33 елінде трансляцияланады. Әрине, Совет үкіметі мен Қытайдан басқа. Солайша бұл оқиға космостағы жарысқа өз нүктесін қойды. Америка жеңді. Достар, видео ұнаса, біздің каналға подписка жасап, лайк басыңыздар. Сонымен қатар тағы да қандай тақырыпта видеолар көргіңіз келеді, міндетті түрде комментарийге жазып қалдырыңыздар. Біз сіздерді жақсы көреміз, біздің каналды көрішейік.